Негізі біз бұл күнді, бұл сәтті ұзақ күттік. Қоғамның өркендеуіне, өрлеуіне, дамуына өз үлесімізді қосу үшін ол қоғамды, жастарды, үлкендерді кітап оқуға баулу. Бұл жерде салтанат күңгірт үйге бір жарық сәуле әкелген күн секілді бір жан болды. Құршайдан не пайда, қызда қылық болмаса деп. Салтанаттың қылығын, оның болмысын енесі сыйлай біледі, оны еш уақытта шектеген жоқ. Бұл жерде қазіргі қоғам үшін де өте өзекті сияқты. Ол келін болып түсе салды да оның үйіне просто так. Ал ол үшін мысалы Абыштың тарапынан бір андай бір іс-әрекет болған жоқ. Қызға барып өлең шығарып кездесуге шақырып деп қойса. Негізі рахат екен негізі. Жібекті түте алмаған жүн етеді, әйелді күте алмаған күң етеді деген сөзбен астасатын сияқты да. Ағзат сұрақ қойды ғой негізі. Не үшін үйленеміз деп. Негізі адам не үшін үйленеді деген соған жауап. Ер адам ұлы мән үшін жаратылады, әйел адам біреулер үшін өмір сүреді. Бірақ біреулер үшін дегенде ол біреулер үшін өмір сүрмейтін сияқты. Әрине отбасы, күйеу, әйел жағдайы бар, бірақ та Ер де соған бір сай болу керек. Бұл махаббат қой негізінде. Негізі біз бұл күнді, бұл сәтті ұзақ күттік. Жалпы алқа ашылғаннан бері маған ең бір көп қойылатын сұрақтардың бірі ол сендер қашан онлайн форматқа шығасыңдар, қашан подкаст жазасыңдар дейді. Мына кітапханадағы залдарын 60 адам әрі кетсе 70-80 адам ғана сияды да. Ал талқыларын негізі қызықты өтеді. Қаншама кітаптар талқылайсыңдар, оған көп адам қатысқысы келеді, көргісі келеді, естігісі келеді. Енді қашан онлайн форматқа шығасыңдар дейді. Мен айтамын, сәл сабыр сақтаңыздар. Әр заттың өзінің уақыты бар. Уақыт келгенде біз де онлайн форматқа шығамыз. Енді міне Құдай қалап сол уақыт келген сияқты. Құрметті көрермендер, Алқа әдеби мәдени клубының жаңа жобасы Алқа подкасты қарсы алыңыздар. Сіздерден қолдау, ал бізден сапалы талқы. Бүгін тұсаукесер екен ғой. Алғашқы біздің тұсаукесеріміз. Енді басынан бері алқа деп айтып жатырмыз. Алқаны таныстырып кетейік, көрермендеріміз білмейді. Енді Алқаны білетіндер сол Астананың тұрғындары, оның ішінде біздің ұлттық академиялық кітапхананың оқырмандары. Ал басқа қалалардан біздің көріп отқандар болса, олар Алқаны біле бермейді. Сондықтан Сәке, өзің таныстырып кетсең. Бұл Алқа деген әдеби мәдени клуб 2022 жылы құрылды. Бұл жерде енді әдеби мәдени клуб болғаннан кейін әдеби шығармалар талдаймыз. Қазақ классикалары, әлемдік классикалар, басқа шетелдік классикалар. Бұл жерде Алқаның ерекшелігі, бұл жерде оқушылардан бастап үлкен кісілерге дейін, әжелер, аталарға дейін, студенттер, қызметкерлер, орта жастағы нелерге дейін, адамдарға дейін қатыса береді. Жалпы Алқаның тарихы негізі тереңде жатыр. Айтады ғой негізі ескі жаңаның несі деп, темірқазығы деп. Бұл жерде біздің тарихи фон бар, тарихи тізбек деп айтады ғой, тарихи тізбекке жалғанып жатыр. Негізі Алқа әдеби мәдени клубын 1924 жылы Мәскеуде алаш зиялылар құрмақшы болған. Құрмақшы болып, сол кезде Мағжан Жұмабаевқа концепциясын жазған. Негізі сол алаш зиялыларының негізі бастамасы. Біз енді Алқаға келген кезде, кітап талдаған кезде, Алқаның жұмыстарымен жасаған кезде біз жай ғана мұны андай кітап талдау ғана ретінде ғана қарамаймыз да, біз сол алаш зиялыларының бастап кеткен ісін жалғастырушы ретінде бір өзімізге бір келендіріп аламыз да, қысқаша айтқан кезде. Сондай әдеби мәдени клуб. Керемет. Енді жалпы неге осы формат таңдалды? Мысалы, неге біз именно кітап талқылаймыз? Мынандай бір үлгі келтіріп кетсем, жалпы мына тарих тақтасында аты жазылған ұлы тұлғалар бар ғой енді. Мысалы, антика дәуіріндегі жаңағы Сократ, Аристотель, Платондарды алсақ, орта ғасырдағы жаңағы Әл-Фараби, Ньютон, Теслалар, мысалы, қазіргі заманның ұлылары дейге, мысалы, жаңағы Илон Маск, Марк Цукерберг, марқұм Стив Джобс дейміз. Осы тұлғаларды біріктіретін, олардың барлығына ортақ бір қасиет бар деген бір сұрақ қойсақ, ол қандай қасиет десек, ол негізі бұл тұлғалардың бәрі де кітап оқиды. Кітап оқуға құмар дейміз. Сондықтан біз бұл формуланы түсіндік, және бір қоғамның өркендеуіне, өрлеуіне, дамуына өз үлесімізді қосу үшін ол қоғамды, жастарды, үлкендерді кітап оқуға баулу деп
дәл осындай формуланы біз осы алқаның жұмысына енгіздік негізі. Иә, мен қоса кетейін. Жалпы алқаның тағы бір ерекшелігі ол сол жаңағы айтқан мына жерде әртүрлі саланың адамдары жүрді. Мысалы мен өзім IT маман, былайша айтқан кезде кітап енді өзім мысалы IT-ге байланысты тек қана сондай кітаптарды андай технический ғылыми кітаптарды оқи берсем жететін еді деген сияқты, бірақ көркем әдебиет шығармалары ол сол өзіме бір андай маңыздылығын түсіндім де. Сол үшін алқа клубына қосылдым. Және тағы бір айта кетерлік, біз алқа мектептер жобасын жасадық. Яғни әр сенбі сайын сағат 11-де әр мектепке барып балалармен бірге кітап талқылаймыз. Осы уақыт арасында біз болмаған балалық шақ, менің атым Қожа, бір атаның балалары, Жусан иісі сынды түрлі шығармалар талдадық. Бұл жердегі мән біз балалардың сыни ойлау дағдысын қалыптастырып, өздерінің пікірін жаңағы айта алатындай дәрежеде болғандығын қалап, күнде ылғи осы жобамыздың жандану үшін көптеген істер атқардық деп айта аламыз. Жалпы кітап деген жақсы ғой негізі. Әлемдік діндердің барлығы бір кітапқа сүйенеді ғой. Негізі қазір мен ойлаймын, бір Қазақстанда бір толқын болып жатыр ғой, бір кітап оқуға деген өте қуантарлық жайт. Фолианттың жаңағы несі жыл бойы өтетін көрмелер өте қызық өтеді. Көрмелер көбейді қазір шынымен. Бірақ кітаптың сапасы да қандай екен? Ол да маңызды. Енді қандай болып кітап көбейген, сан көбейген сайын сапа да шығады деп ойлаймын мен негізі. Енді сол сапаға оралайық. Жалпы мына бүгінгі біздің түсірілімнің демеушісі Фолиант кітап баспасы мынандай керемет мұқабадағы кітаптарды басып шығарады, сапасы өте жоғары. Сізге осы Фолиант кітап баспасынан кітап алуға кеңес береміз. Шақырамыз. Иә. Және үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына біздің жобамыздың мына өмір көруіне, басталуына ықпал етіп тұр. Фолиантқа көп рахмет. Міне бүгінгі мына Гауһартас бүгінгі талданатын шығармамыз. Гауһартасты да осы Фолиант баспасынан сіздер сатып ала аласыздар. Бүгінгі енді кітап мына мұқабасына назар аударайық, қандай керемет болып сурет салынған. Фолиант баспасының бір ерекшелігі маған олардың дизайны қатты ұнайды. Мысалға мына Гауһартас повесін қарайтын болсақ, бұл жерде міне құстардың ұшып бара жатқандығы көрініп тұр. Яғни мен осыған қарап отырып, бақыттың қонғанын емес, ұшқанын біледі деген сияқты бір нәрсе, бір ойды жеткізгісі келіп тұрған секілді. Осы оймен мына кітапқа сілтеме жасағандай көрінді. Бәрекелді. Азат кез келген жерден мән көріп тұрады. Енді алқаны таныстырдық. Алқаның жобаларын таныстырдық. Енді өзіміз таныстырып кетейік. Сырым, сен өзің бастасаң? Мен негізі мамандығым архитектураны бітіргем. Қазір архитектор, дизайнер жұмыс жасаймын. Бір жағынан Астана халықаралық университетінде сабақ беремін. Менің атым Ағзат, жасым 22-де. Мен тіл маманымын. Осы тіл маманы болып жұмыс жасаймын қазіргі таңда. Керемет, Аңсат. Менің атым Аңсат. IT саласында ақпарат сарапшысы маманымын, банк саласының қызметкерімін. Менің атым Санжар, мен мамандығым бойынша инженермін, бірақ осы уақытында осы кітап оқып, кітапты алқалықтармен бірге талқылағанды жақсы көремін, мен хоббиім. Бүгінгі талқымызға көшейік. Бүгінгі талқыланатын кітабымыз Дулат Исабековтың Гауһартас повесі. Қазіргі таңда былай аты шулы. Неге десеңіздер, енді бұл кітаптың өзі кездейсоқ таңдалған жоқ. Біздің қоғамдегі соңғы уақытта болып жатқан оқиғаларға байланысты біз білеміз, соңғы орын алған оқиғаны. Біз білеміз, Қазақстанда қазір сот болып жатыр, барлығы соны қарап жатыр. Ол бір сериал болып кетті. Жалпы дәл сол сияқты қазақтың көп жазушыларының шығармашылығында осы әйел тағдыры, отбасы бақыты, отбасыдағы жаңағыдай ер мен әйелдің қарым-қатынасы, дәл осы мәселелер жаңағыдай көтеріледі. Біз мысалы бір кітаптан айтып шығайықшы, мысалы Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсін айтуымызға болады. Шолпанның күнәсі бар, Аймауытовтың Ақбілек Аймауытов бар, Ботагөз айтуға болады. Олпан бар, Мүсіреповтің. Міне дәл сондай бір кітаптардың қатарына біз Дулат Исабековтың Гауһартасын қоса аламыз. Енді бұл кітаптың басты идеясы қандай деп ойлайсыздар? Дулат Исабеков осы кітапты жазғанда мына оқырманға қандай месседж жолдағысы келді? Барлығы айтып жүргендей, сол отбасындағы маңызды мәселелер қамтылған деп ойлаймын. Сондағы идея ол әйел мен ердің арасындағы байланысты нақты көрсете білген. Осы идеяны негіздеген секілді.
Менің ойымша бұл андай қоғамның көрінісі сияқты сол кездегі андай таза патриархалды андай ерлердің үстемі өте биік тұрған бір сондай қоғамның көрінісі сияқты. Өйткені мына жерде әйел, оған тағы да андай тоқтала кететін шығармыз. Бірақ әйелдердің несі рөлі өте андай қалай айтсам, енді еркектердің рөліне қарағанда өте маңызды емес болып көрінетін сияқты. Мына жерде таза андай сол тек қана сол патриархат, еркектер сондай бір маскулинность көрінетін сияқты осы шығармада. Сырым? Менің ойымша бұл жерде қарым-қатынас жайлы айтылған сияқты. Әке мен баланың арасындағы қарым-қатынас, іні мен ағаның арасындағы қарым-қатынас, және де әйел мен ер адам арасындағы қарым-қатынас. Сосын бұл жерде жаңағы кімнің, Әбіштің болмысы туралы, бірақ болмысы болғанда да Қайыркеннің көзқарасы жағынан, қыр жағынан болмыс жағы. Өйткені бұл шығарма Қайыркеннің жағынан ғана айтылған ғой, бір көзқарас жағынан ғана. Оның жеке қалған кезде Әбіштің өзінің жеке ойлары не туралы айтылмайды, тек сол бір қырынан ғана. Жалпы негізі Гауһартас повесінде біз сол уақыттағы, сол замандағы мына саяси жағдайды көреміз. Қоғамның қандай жағдайда қандай оқиғалармен бетпе-бет келіп жатқан байқаймыз да, мысалы. Тұрмыс тіршілігін сезінеміз кітапты оқығанда. Ал енді мына бүгінгі шығармамыздың басты кейіпкерлеріне оралайық. Бас кейіпкерлер біз білеміз, ол 3 адам. Ол Салтанат, Қайыркен және Әбіш. Осының әрқайсысына мінездеме беріп шығайықшы. Алдымен мен айта кетейін, бәріне енді белгілі, кімнің тағдыры суреттелгенде көрініп тұрған шығар. Енді Салтанаттың тағдыры өте өзекті болып суреттелді ғой. Бұл жерде Салтанат күңгірт үйге бір жарық сәуле әкелген күн секілді бір жан болды, және ол бір әр шығарманы қарап отырған уақытында, жаңа бөлімді қарап отырғанда, біз Салтанаттың сирек кездесетін адам екенін көрдік. Яғни оның рухани таза, ішкі жан дүниесі биік адам екендігін, қылықты әрі нәзік әйел екендігін байқадық. Жалпы Әбішта өлең шығарған кезінде соны ұялады ғой. Қайыркен. Қайыркен. Ағзаттың айтып жатқан кәдімгі өлеңде келтіреді ғой. Бірақ бұл жерде енді Қайыркеннің көзқарасы бойынша ғой, негізі Салтанаттың да болмысы. Біз Қайыркеннің көз арқылы Салтанаттың қандай сұлу екенін көріп байқап тұрмыз. Бірақ бұл адами бейнесін жаңа дәл көрсете білді ғой, өлең арқылы болса да. Дұрыс айтасыздар. Ал Әбіш қандай? Қазіргі қоғамда ол мысалы ондай адамдар кездеседі да, андай бір мачо сияқты ма, андай маскулиндікке толы бір сондай адамдар. Ол Әбіш адамның сол шығармада Салтанаттың көңіліне қарай алмайды. Оның сол басқа адамдардың да көңіліне қарау деген бір ондай бір сезім, сондай бір қасиеті жоқ адам ретінде көрінеді. Яғни бойына ол Әбішқа тән бір қасиеттерді атап өтейік. Ол тасжүректік, қатыгездік, безбүйрек дейміз. Жағдай Салтанаттың бойындағы бір жағдай мейірімді, жылулықты сезе алмайды. Мейірімсіз деп айтамыз. Эгоизм бар сияқты. Бойында эгоизм бар. Шынымен оның бір қызығатын заты ол көкпар дейміз де. Сол көкпардан басқа ештеңе білмейді ол. Мүмкін үйдегі жауапкершілікті өзіне алған алғашқы бала несі шығар. Сондай адамдар жол болушы болып көрінеді да маған, не андай мысалы Салтанатты андай ол келін болып түсе салды да оның үйіне просто так. Ал ол үшін мысалы Әбіштің тарапынан бір андай бір іс-әрекет болған жоқ. Қызға барып өлең шығарып кездесуге шақырып деп қойса, бәрі оңай бола қалды. Мысалы көкпардан енді андай тумасы сондай енді бір ірі денелі деп көрсетеді оғанда, андай жайбасар. Оған мысалы ешкім артық сөз айта алмайды сол үшін, өйткені ол андай бір мықты, енді сол жағынан мықты да. Ер адам кім деген кезде бүйтіп көрсететін де, былай. Әкесінен басқа ешкімнен қорықпайды дейді ғой. Әкесінен де андай сәл. Қорықпайды, қорқатын шығар әкесінен енді. Ал Қайыркенге оралсақ. Мен Салтанат туралы айтып кетейінші. Неге Салтанат кәдімгідей қазақта айтады ғой. Құр шырайдан не пайда, қызда қылық болмаса деп. Негізі Салтанатта шырай да бар, қылық та бар негізі. Ол өлең айтуы, табиғатпен кәдімгі сырласуы, жаңағыдай шынайы қуана білуі, ол өзінің даралық болмысын сақтап қалған да. Бұл жерде тек сол Әбіш несін түсінбеді да, соның қадірін білмеді да. Әкесі де айтады ғой. Салтанат қадірін білмеді. Даралығын сақтай білген екі жағы да не болып тұр да, шырайы да бар, несі де бар, қылығы да бар.
Ал енді Қайыркенге мінездеме беріп кетейік. Қайыркен біз Абышқа тура бір қарама қарсы. Иә. Антони. Ян деген сияқты, Антони. Қиялшыл романтик деп айтуға болады. Андай енді жуас, нәзік деп айтуға болады. Андай табиғат нәзік. Содан кейін өнерге жақын Қайыркен. Сол жағынан мен мысалы мына шығармада жалпы өнердің маңызын түсінгендей болдым. Адам мысалы Абышқа келген кезде жаңағы енді салыстырып отырмыз ғой Абышпен. Абыш салтанат айтады, андай домбырамен бір ән салып берші деген сияқты. Ән орындап берші. Сол кезде андай қырсығып, сөйтіп андай өте андай қалай айтсам, Абыш па? Иә, Абыш андай тартып отырады ғой бір кезге. Иә, бірақ соның өзі андай міндетсініп па сондай болады, андай бір шын ықыласпен жасамайды да ол іс әрекетін. Ал Қайыркен ол андай от души шын көңілден сол салтанатқа арнап ән шығарады деген сияқты. Сол үшін ол өнерге жақындығы байқалады. Жаңа басында айтып кеттім де, шығарманың бас идеясында бұл отбасыдағы қарым қатынас дедік. Сол кездегі бұл жаңағы бір орташа отбасы деп алайық, сол уақытта, сол замандағы. Енді сол қарым қатынастың ішіне біз ер мен әйелдің қарым қатынасын байқап тұрмыз. Әкесі мен баласының, яғни ата-анасы мен баласының дейік. Және бауырлар арасында қарым қатынасы. Және тағы айта кетерлік, бұл жерде келін мен ененің де қарым қатынасы шынайы көрсетілген секілді. Иә, шынымен. Сосын былай қарап отырсаң, жаңағы салтанаттың қылығын, оның болмысын енесі сыйлай біледі, оны еш уақытта шектеген жоқ. Бұл жерде қазіргі қоғам ішінде өте өзекті сияқты. Абыш пен салтанаттың қарым қатынасы, ол Абыштың салтанатқа деген бір қаттылығы, осы екеуінің арасында қарым қатынасқа оралайық, не айтар едіңіздер ол туралы? Жалпы бұл жерде біз жаңа ер мен әйел жайлы айтпастан бұрын не үшін үйлену керек деген сұрақты қояйықшы. Мысалға мен шығарманы оқып отырып, Абыштың үйленуге сондай бір мән бермегеніне назар аудардым. Ол үйленейін деп жатыр, бірақ жаңа той кезінде көкпар үшін ол үшін үйлену емес, үйлену той емес, көкпар маңызды болған сияқты болды. Сонда бұл жерде сол қоғамда үйленудің бір маңызы ашық айтылмайды ма деген ой болды. Соны маған өздеріңіз қалай ойлайсыздар осы жөнінде? Ол үйленетін күнін де білмейді ғой, кімге айтады ғой, Қайыркенге айтады ғой. Сол айтып отырмын. Сол шынымен не болды? Негізі рахат екен негізі. Жоқ, Абыштың жағынан бір андай, орысша айтқанда безразличие байқалады да. Оның тамыры неде деген сұрақ қойылады мысалы. Неге Абыш сондай бір өмірдегі ер адамның өміріндегі бір маңызды шешімдердің бірі ол үйленем деген кезде бір андай сенің бір ол толысқанын, бір өскенін, жаңа бір өмірдің несін ашайын деп жатыр. Жаңа кезеңге деген қадам басайын деп жатыр да, оған дайын екені білінеді. Ал бұл жерде Абыш оны бір ол ойлап жағдай істеп қиналып жатқан жоқ ол туралы. Қайыркен де айтады мысалға, ода бір толқу жоқ, тебірену жоқ, ал үйленейін деп жатырған жайлы ой жоқ, қалай адам болады деген сияқты да. Маған да қызық болды осы жер. Неге ондай Абыштың жағдай бұндай бір маңызды шешімге селқос қарауы неден шығып қалай ойлайсыздар? Бұл жерде жауапсыздық сияқты. Сосын жаңағыдай эгоизм дейді ғой. Жөнсіз индивидуализм деп айтады ғой. Сол жерде бұл өзінің жаңа бір аманатты мойнына артылайын деп жатқан, жаңа бір жауапкершілікті мойнына артылайын деп жатқан сезінбеуді. Солай ойлаймын да. Қандай индивидуализм? Жөнсіз деп, индивидуализм деп айтады ғой. Бұл жерде қысқасы қалай айтсам болады, басқаға мұқтаж екенін, әйелге мұқтаж екенін өзі түсінбеу да. Бұл жерде жауапсыздық. Өзінен басқа ешкімді көрмейді дейсің. Негізі біздің неде қазағы түсінікте негізі жауапкершілік ер адам әйел адамның алдында жауапкершілік алу керек қой. Сол Адам ата мен Хауа ананың қиссасынан басталады. Жалпы қиссаны айтып кетейін. Негізі Құдай тағала бірінші Адам атаны жаратты. Ол жәннатта жалғыз өзі өмір сүрді. Кейін уақыт өте оның іші пыса бастады. Ол бір серікке, бір жолдасқа мұқтаж болды. Құдай тағала оны түсінді да, Адам ата ұйықтап жатқан кезінде мына сол жақ бұғанасынан жаңағы қабырғалардың арасынан бір етті суырып алып, содан Хауа ананы жаратты. Содан бастап негізі
Астында адамның жүрегі ортасында еді дейді да. Мына жақтағы сол жағындағы орын босап қалғаннан кейін жүрек сол жаққа жылжып кетті деп айтады. Содан кейін оянып тұрса, бір 16-18 жастағы қыз, бойжеткен қыз, жаңағыдай ақ жаулық жамылған алдында тұр екен. Адам ата таң қалады, мынау кім деп. Құдай тағала айтады, жаңағы сен ойнап күлсін, қуанышын бөлсін, қайғыда бірге болсын, жолдас болсын, саған серік болсын деп саған жараттым, сен үшін жараттым. Таныс дейді. Ол танысады, не қылады. Уақыт өте келе, арасында оқиға көп, енді уақыт өте келе Хауана іблістің жаңағы айласына алынып қалады да, жаңағыдай тыйым салынған бидай жеп қояды. Сосын соның есебінен енді адам атаның мойнына барып не қылады ғой, асылады ғой. Мына бидай же екеуміз бірге мәңгілік өмір сүреміз, мәңгілік жас боламыз, мен сенсіз қалай өмір сүремін, бірге өмір сүрейік деп. Содан кейін адам ата сол жерде әйелінің жаңағы назданғанына шамалы не қылады да, былай уәдесін ұмытып кетеді да, Құдай берген. Жаңағы тыйым салған бидай жеп қояды. Бидай жеп, енді мына тамағынан келіп жатқан кезде Жәбірейіл келіп тамақтан келіп ұстайды ол. Сен уәде бердің ғой, сен мынаны білесің ба, жұрттан не істейтініңді, не болатыныңды, жәннаттан қуыласыңдар, жерге барасыңдар. Ол жақта не деген қиыншылықтар бар. Сен біліп тұрсың ба оны дейді. Сол кезде Құдай тағаладан не келеді ғой, өзі келеді ғой. Жәбірейіл, сен жібер. Ол менің халифам, ерекше жаратылған. Ода өзінің еркі бар дейді да. Жұтар ма, жұтпай ма, оның өз еркі. Ол жаңағы періште емес. Мынаны айтсам соны орындап, мынаны тыйым салсам содан қашатын. Оның өз еркінде дейді. Сол кезде Жәбірейіл жібереді. Сол кезде адам ата сол кезде айтады, тәпсірлеген кезде. Ол кезде бидайды қайттан түкіріп жіберуге де мүмкіндігі болды дейді. Бірақ ол түкірген жоқ, ол саналы түрде жұтты. Өйткені ол біліп тұр да, егер өзі жұтпай түкіріп жіберсе, ол Хауана жерге түскеннен кейін ол жалғыз өзі өмір сүре алмайды ғой. Құдай тағала сол үшін жаратып тұр ғой, мысалы, жауапкершілігін ал деп. Ол жер деген қыс болады, қыста суық болады, жазда ыстық болады, жаңағыдай жыртқыш аңдар бар, ол киім табу керек, тамақ табу керек, ол нәзік жаратылған әйел адам оңай емес қой. Соны түсінеді да, әйелдің алдындағы жауапкершілікті сезінгеннен кейін барып, ол бидай жұтып қояды да. Негізі ер адамда кадык деп атады ғой. Неде ағылшында Адам Apples деп айтады ма? Сол жұтқыншақ. Сол негізі жауапкершіліктің символы деп айтады. Ер адамдарда бар. Негізі жауапкершілік деген қазақ несінде түсінігінде ер адам әйел адамдағы жауапкершілікті көтереді. Менің ойымша сол кім Абыз сол жауапкершілікті түсінбей тұр, қабылдамай тұр. Керемет. Мен сөйтіп ойлаймын. Осы жерде жаңағы жібекті түте алмаған жүн етеді, әйелді күте алмаған күң етеді деген сөзбен астасатын сияқты да. Өйткені бағасын білмей келген жерде оны жақсы бір жайқалып өскен гүлді солдырып тастаған секілді болды. Иә, шынымен андай зергерлер сияқты, мысалы зергерлер жаңағы бір тастың бағасын біледі ғой. Оларға мысалы сен бір жарқырап тұрған тас әкелсең, олар оның жаңағыдай поделка екен болса, поделка деп айтады да. Ал керісінше бір жердің астынан қазылған бір үстінде лас бір тас әкеліп, бірақ ол деген шынымен жаңағыдай құнды бағалы тас болса, оған кейін дәл сорып айтады, мынау деген сондай тас. Дәл сол сияқты Абышта да андай бір көрегендік болмай тұр, сол бағалай алмай тұр. Сол эгоизмнен ба, содан не қылып тұр, мұқтаждық қоған. Жалпы алғанда қызға деген бір құрметі де жоқ сияқты. Мысалы, анасымен қарым-қатынасын көрмейсің неде кітапта. Жалпы андай олардың арасында бір диалог па сондай байқалмайды. Сол қыздарға құрмет, барлығымен суық қарым-қатынас. Достары да жоқ сияқты. Атқа шауып мал бағып жүреді. Тек сол көкпар болса болды, өмір сүре беретін типті ол. Жалпы жаңағы басында Ағзат сұрақ қойды ғой негізі. Не үшін үйленеміз деп. Негізі адам не үшін үйленеді деген соған. Бұл жерде жаңағыдай мен айтып кеткенім жаңағыдай кімнің толқымауы да жауапкершілік сезінбеу. Мен соған айттым да. Сосын бұл жерде қазақта жолдас деп айтады ғой. Жолдас. Ол адам жаңағы ұлы мақсатқа жету үшін қасына серік керек та. Жаңағы Элизабет Лукастың ба несі бар ғой. Виктор Франклдың несі ма, шәкірті. Ер адам ұлы мән үшін жаратылады, әйел адам біреулер үшін өмір сүреді деп. Күйеуі үшін, баласы үшін,
осы жерде қазақтың несіне де келіп тұр да бұл әңгіме. Men live for something, women live for somebody деген. Иә солай. Бұл жерде енді бірақ біреулер үшін дегенде ол біреулер үшін өмір сүрмейтін сияқты. Әрине отбасы, күйеу, әйел жағдайы бар, бірақ та әйел өзінің болмысын, жан дүниесін жаңғыртып, дамытып, өсіп үнемі отыру керек секілді. Біреулер үшін өмірін арнамайды. Әрине өзінің жаңағы өмір болмысына отбасы, әйел, бала шағасы кіреді, бірақ мен сол күйеуім үшін өмір сүрейін деп онда өзін жоғалтып алу дұрыс емес деп ойлаймын. Жоқ, ол жерде бұл дұрыс түсіну керек. Қазақи түсінікте деп айтып жатырмын да, жалпы қиссада да сол адам ата үшін адам атаға серік болсын деп неге жаратып тұр ғой Элизабет Лукстың әңгімесінде де. Бұл енді бір жақ шетке шығып кетпеу керек та, әйел жаңағыдай біреу үшін өмір сүремін деп өзін жоғалтып алу керек деп те айтып тұрған жоқпын мен. И жаңағы өзім үшін өмір сүруім керек деп те басқаларды жаңағыдай екінші орынға қойып. Мына жерде біз мынадай нәрсені айта кеткен дұрыс сияқты. Ер мен әйел жайлы айтып отырмыз ғой, мысалы сол. Қиын тақырып деп қойсай. Не үшін үйлендім? Мына ер мен әйел жалпы несі сол енді жаңа жерде әйел сол ер үшін өмір сүреді дегенге келіп жатыр ғой. Бірақ нюанстар бар бұл жерде деп қойсайсыз. мынандай сияқты, ер де соған бір сай болу керек. Иә. Ол мысалы енді былайша айтқан кезде алқаш, наркоман, лудоман болса оның артынан жүретін әйел ол онда ол мысалы жүрмейді ғой артынан, енді ақыл есі сау болса деген сияқты. Сол ерде соған сай болу керек те. Иә, мысалы біздің мысалы тарихта қаншама ұлы тұлғаларымыз бар, өзіміздің аталарымыз, мысалы алашордалықтарды әрқайсысын алсаңда мысалы қасында деген жолдасы жаңағыдай қандай қиындық болмасын қасынан табыла біледі, мысалы ондай адамның қасында жүру Қаныш Сәтбаевтың әйелі кәдімгідей соны айтып кетуге болады кәдімгі. Шынымен олар енді мына бүкіл өмірін жалпы ұлт мүддесі үшін арнағанда құрбан еткен, оны әйел түсініп отыр соны, иә? Мән тауып тұр қысқасы. Ал егер қазіргі біз таңдағы бір орташа бір отбасын алсақ, ер адам деген телевизор қарап жағдай диванда жатып білмеймін демалып тұр жаңағы қарның қасып отырса, онда енді ондай адамның артынан болмайсың дейсің ғой. Ондай күйеуден мән жоғалтып аласың. Дұрыс айтасыз. Сондай нәрсе нәзік нәрсе да бұл өте. Осы жерде өзім қорытындылайыншы, жалпы некенің мәні бұл өзіңнің өміріңді, яғни тағдырыңды хикметке толтыру барысында айнымас серік болу. Осы жолда екі адам да бір-бірін жаңағы болмысын сыйлап, құрметтеп, құндылығын дамытып, бір-бірі үшін дамыған сайын олардың некесі беки түсетін секілді. Осы жерде Бексұлтан Нұржекеұлының мынадай сөзі бар. Әр адам жаңағы үлгілі болу үшін өзіңнің жақсы қасиеттеріңді жаңалап, ой өрісіңді кеңейтіп отыру керексің. Сонда ғана сүйіктің де сүйгеннің үстіне сүйе түседі дейді. Яғни бұл жерде екі адам да бір-бірін дамытып, жандандырып, бір мәнді іске жаңағы болмыстарын жандандыру керек сияқты. Керемет. Енді біз ата-ана мен балалардың қарым-қатынасындағы мәселелер көтеріледі бұл шығармада. Мысалы әкесінің баласына деген қарым-қатынасы қалай? Бізде әкесінің аты кім еді? Аталмайды ғой. Анасының аты аталмайды ғой. Әкесінің аты аталмайды ғой. Аталады, ана жерінде аталады жаңағыдай. Кім сен деген кім Әскербек пе еді? Нұрымбет. Иә, сондай. Анасының аты аталмайды. Маңызды емес. Анасы аталмайды. Жалпы әкесі Абышты қандай қылып тәрбиеледі, мысалы, және Қайыркенді қандай қылып тәрбиеледі. Шынымен мынандай қазақта мақал бар ғой, енді биеден алада туады, құлада туады дейміз, екеуі бір-біріне бір қарама-қарсы антонимдер сияқты мына жерде. Біреу жете туады, біреу кете туады, біреу өте туады. Біреу жете туады, біреу кете туады дегенде бір. Осы әкесінің балаларына тәрбие бере алды ма, әлде бере алмады ма? Осы сұраққа жауап берейік. Мына жерде маған андай детерминизм деген ғылымда бір термин бар. Соны енді жалпақ тілмен айтқан кезде адамның нақты бір болмысы, өмірі алдын ала белгіленіп қояды деген шарттарға маталып қалуы. Иә, сондай бір яғни мысалы балалық шағында бір қоғамның айналасының әсер еткен бір факторлары болады да, сол мысалы оның болашағына әсер етеді. Соны алдымен кетіп қалады, соңына дейін. Ал енді мына жерде бірақ мынадай мысал келтіріледі. Мысалы бір отбасында
екі бала болды, егіз бала. Біреуі қылмыскер, біреуі криминалист. Былайша айтқан кезде олардың ортақ бір таланты бар. Екеуі де андай енді сол өнерлі тапқыр жігіттер болады да, бірақ сондай өздерінің таланттарын, өздерінің ішіндегі сол қабілеттерін әртүрлі қолданады. Біреуі жақсы жағынан қолданады, біреуі жаман жағынан қолданады деген сияқты. Мына жерде айтқым келгені, әке жалпы үйдегі тәрбие ол маңызды, және сол қоғамда әсер етеді, бірақ бәрібір де адамның сол бір болмысы, жеке таңдауы, сол даралығы байқалу керек та. Ол өзінің өмірде сол таңдауларын, шешімдерін жасайды. Қай жолға, қай бағытты таңдаймын деген сияқты. Еркіндік мәселесі ол жерде. Еркіндік мәселесі. Қаншама өмірімізде жаңағыдай ықпал етуші факторлар кездескенмен, бірақ соңғы таңдауды өзіміз жасаймыз, ол Құдайдың бізге берген бір жаңағы феномені дейміз. Киносында әкесі де айтады ғой, мынша келіп тұрған кезде. Қай жерде? Жаңағыдай ең соңында салтанатты осындай жеткізген сенің нең ғой деп, мінезің ғой деген кезде, сенің жаңағыдай сенің тәрбиелеген балаң емеспін деген сосын айтады ғой. Әкенің айтқанмен барлық бала жүретін болса, баланың өзінің жеке таңдауы пайда қалды деп жақсы айтқан негізі. Сол кітапта жоқ, кинода жақсы айтқан. Кітапта мынандай бар. Әкесі айтады, қолда барда алтынның қадірі жоқ деген осы ғой. Сол алтынның қадіріне сен жетпедің ау балам. Сенің қаталдығың, сенің жігерсіздігің ғой осыған кінәлі. Сонда Абыштың жауабы ғой, мені соған үйреткен сіз кінәлісіз, әке, дейді да мысалы. Қарасаң енді кінәліні іздемейміз. Жауапкершілікті біреуге жауапкершілік тұр ғой. Сол негізі неде қатан детерминизм дей ма, сондай моральды жауапкершіліктен өзін ысырып тастау деген сияқты. Сол жауапкершіліктен қашу, былайша айтқан кезде. Өзім мен мынаны істеген жоқпын, мынау сенің тәрбиең деп кімнің айтқаны. Енді кинода Тастан, кітапта Абыш, ол таза жауапкершілік, өз сол жасаған, енді қолмен жасаған мойынмен көтере алмау ғой анау деген таза жауапкершіліктен қашу. Құдайдың берген еркіндігін толықтай қолдана алмай тұр ғой бұл жерде. Жаңағы енді сен айтқан қиссадағы мысалы жауапкершілік мәселесі ол оны қолдана алмады. Еркіндік феномен деп айтады ғой. Жауапкершілікті арқаламады. Қалай айтатын едік жаңағы психологияда жауапкершілікті арқаламайтын адамдарды характеропат дейміз бе? Жауапкершіліктен қашатындарды. Ансатпен шығармын десем. Біз мына жерге жазып қоятын боламыз, достар. Сосын қоса кетесіңдер ме? Детерминизм. Бір жағынан мен жаңа ойымда аяқталмай кеткен сияқтымын. Нені айтқым келген? Ол кездегі қоғам бір соғыстан кейінгі кезең ғой енді. Соғыстан кейінгі болғаннан кейін ол жерде еңбек адамының өмірі суреттелді. Бұл жерде сол кезеңде үйлену үшін емес, бір әкесі де баласы да атпен шауып, советтің жаңағы несін шаруасын істегенді жақсы көретін, сол социализмге бағытталған бір қоғамды көрсеткен секілді. Олар үшін үйлену емес, еңбек адамы болған, шаруа істеген бір әлдеқайда маңызды сияқты болған секілді. Махаббат атымен жоқ дейсің ол жерде. Шынымен саяси бір жағда не байқалады, саясаттың ықпалы байқалады. Әрине, міндетті түрде ол кезде. Мысалы жаңа басында айтып кеттік қой, бір бұл сол кезде қоғамның тұрмыс тіршіліктің жаңағы көрінісі бар бұл кітапта. Әрине. Мысалы Абыш пен Салтанаттың үйлену тойында жаңағы кім айтты ма, Әскербек, неғып сол беташар жасап неғып қиналып жүрсіңдер, комсомольский свадьба жасай салмаймыз ба дегенде. Былай қарасаң негізі ол сол кездегі жастардың мына коммунизмға, идеологияға толықтай жұтылғаны байқалады, сезілді. Ол жаңағыдай салт дәстүр, кие, қасиет деген заттарын түсінбей тұр, оны жоққа шығарып тұр мысалы. Бұл жерде былай ғой, жаңағыдай оқиға, жаңағы кім бет ашатын біреу керек болады да, сонымен жастарды шақырады, жастардың бәрі қашады, ақыр соңында Қайыркен шақырды. Сол кезде Әскербек қашып әңгіме айтқан ол, бұл бетажар дегенде ескіліктің жаңағы несі, сақыншағы, ешқандай пайдасы жоқ, одан да комсомольский свадьба өткізсек деп. Сол кезде бір әже айтады ғой, сен свадьбаңды қой, біз не сонда қызық көрмейміз, қызық көрейік та деп. Жалпы бұл жерде комсомольский свадьба дейді ғой, ол қайдан шығып жатыр, тарихы негізі сол революциядан кейін басталған деп айтады негізі. Ол революцияға дейін, енді революция басқаннан кейін билікке құдайсыздар келді ғой. Оған дейін неке деген бір қасиетті киелі ұғымды. Жаңағы орыстардың өзінде, христиандардың өзінде, мұсылмандардың өзінде ол некені негізі көкте Құдайдың алдында кесілетін неке деп. Ол сосын бұл жерде
бір жағынан сол некеге тыйым салып тастады ғой революция болғаннан кейін. Сол кезде бірақ адамдарда сондай бір руханиятқа, бір ғайыпқа деген не бар ғой, мұқтаждық бар ғой, и оны өтеу керек бір нәрсемен. И сол кезде комсомол жаңағы коммунистердің өзі тығылып кәдімгідей некені шіркеуге барып қиған деп айтады. Ұсталып қалып кейбір өлім жазасына кесілгендер де болған. Сосын жаңағы совет басқарып жатқандар бүйтіп тұрады да. Одан да жаңағы бұл олардың салт дәстүрінің орнын жаңағыдай ауыстыратын бірдеңе ойлап табайық дейді да, сонымен жаңағыдай. Соны ойлап табады. Ол жерде клубта өтеді міндетті түрде арақ ішіледі, тілек айтылады, би биленеді. Ең соңында интернационал деген бол, сондай ән айтылады екен. Сөйтіп кәдімгі дәстүр сияқты енгізіп жіберген да. Бұл жерде сол пропагандаға жастар жұтылып кетіп тұр ғой. Бірақ ол жаңағы үлкен кісілер оған жұтылмаған, өйткені оларда тарихи фон бар. Сол уақытта жаңағы үлкендер мен жастардың арасындағы жаңағыдай бір қарама-қайшылықтар, түсінбеушіліктер байқалады. Ол негізі қазіргі уақытқа дейін де актуалды жатыр мысалы. Ол мысалы салт дәстүр, беташар деген ол кие ғой, мысалы адам атадан келе жатқан біздің түсінік бойынша адам ата мен Хауаның некесін сол жәннатта Жебірейіл кесті деп, олар кәдімгі Құдайдың алдында некеміз кесілді деп кие артатын болған да. И және де сол беташар, той думан деген сияқты салт дәстүрлер негізі адамның қоғамнан алыстап қалмауын қадағалап отыратын нәрсе да. Жаңағы жақындарымен бірге араласуың керек, қайғысында бөлісуің керек, қуанышында бірге бөлуің керек деген сияқты сондай әлеуметтік мәселелерді шешіп отқан негізі не ғой. Бұл жастар түсінбей тұр да оны, түпкі мән мағынасын. Оларға ойын сол жерде ішіп жеп жаңағы қызық ойын. Қазірде де көп қой жастар секуляристер түсінбейді. Беташар, жаңағы бесікке салу, қырқынан шығару деген не қылмайды. Ескі қырқын ол кие дарыту ғой. Әрбір жасаған. Адам мұқтаж ол нәрсеге кие деген. Онсыз ол өмірі білмеймін қалай болады. Киені дарытып, және бұл жердегі маңызды мәселе сол киені сезіну. Бұл да проблема болып тұр ғой. Соған тәрбиелеу керек қой дәстүр. Бұл жүректің тазалығы деген әңгіме кетеді бұл жерде негізі. Жарайды, енді келесі бұл да кең тақырып. Мәселеге тоқталайық. Біз мына кітапта байқаймыз негізі Қайыркеннің өзінің жеңгесіне деген жаңағыдай қандай сезімде? Сезімі бар. Осы сезімді анықтап кетейік. Отсым айтылады. Бұл махаббат қой негізінде. Қалай ойлайсыңдар? Шынайы махаббатқа жатқыза аламыз ба? Махаббат негізі өйткені шығарманың ішінде де келіп жаңа артынан келіп көзін жас неған кезде, қолымен жасырған кезде бірдеңе істейді ғой, бірдеңе қол тиіп кете ма, сол кезде де бір ғажайып сезімді бастан кешіреді ғой. Бұл жерде махаббат қой. Сосын толықтырсам. Ең соңында сөйтіп айтады ғой, мен айтылмаған ешкім білмейтін. Бұны оқып кетейік. Несек қойғам негізі. Белгілеп қойғам. Сол жаңағыда шынайы махаббат екенін белгісі негізі бұл жерде айтады. Бұл қабірде ешқашан айтылмаған, ешқашан айтылмайтын менің аяулы махаббатым жатыр дейді ғой мысалы. Шынайы махаббат деп айтуға болады. Өйткені мысалы Абыш ондай махаббатты салтанатқа көрсете алмады. Оның керісінше Қайыркеннің бір амал іс-әрекеттерінен байқалды, бірақ өз аузынан айтылмаса да. Сосын мынадай нәрсе бар сияқты, Қайыркен білмеймін, Қайыркенде андай қасиет бар, жалпы ол өзінің отбасындағы бір атмосфераны, аураны сезіп отыратын бала да, өте андай бір эмпатиясы жоғары, сезімтал бала ретінде көрсетті шығармада. Және ол андай салтанат келгенге дейін біздің отбасымызда, үйімізде мынандай бір суықтық, қаталдық, мейірім жоқ, сондай көп байқалатын дейді. Қарым-қатынас дағдарыста еді. Негізі салтанат үйге келгеннен кейін бір андай жылулық орнады дейді. Нұрланып кетті. Сияқты болды деп қойса, алтын көпір. Негізі шынымен сондай бар ғой негізі өмірде. Андай бір рухани таза адамдар байқалады, аурасы таза дейміз, аурасы күшті. Қазақша үйге келгенде бір көңіл-күйің көтеріліп бір жайнап жарқырап кетесің ғой. Қазақта айтады ғой, келін құтын бірге ала келеді деп айтады негізі. Сондай дүние. Керемет. Бір жағынан сол сияқты Қайыркен үшін сол да маңызды болды. Ол өзінің семьясын, отбасын қатты уайымдады жалпы. Енді сол бір жылулық, мейірім орнаған қалаған сияқты болды іштей. Сол салтанат келгеннен кейін бәрі сол гүлденіп құлпырып кетті.
Енді мына жерде жаңа айттық біз Абыш пен Салтанаттың махаббат туралы айтып кеттік біз. Оны енді шынайы махаббатқа жатпайды деп айттық қой. Себебі ол жерде бір жағдай шынайы махаббаттың шарттары болады ғой, енді шарт дейміз бе немесе бір шарты дейді. Бір нәрсе айта кетейінші. Жалпы бір сұрақ, шынайы махаббатқа анықтама берейік қазір. Сосын айтайық, Қайыркеннің Салтанатқа деген сезімі ол сол шынайы махаббатқа жата ма деп. Қалай ойлайсыздар? Сізде махаббат деген не сіздің ойыңызша? Мен былай ойлаймын, логотерапияда негізі адамның болмысын үшке бөледі ғой. Соматикалық, психофизикалық, сонологиялық деп. Негізі махаббат, негізі шын махаббат сол екеуін, сыртқы екеуін тесіп өтіп нологиялық неге болмысына адамның бару керек дейді да. Ал одан кейін жаңағы психофизикалық, сосын жаңағы соматикалық нелер, қарым-қатынастар, олар андай ырқсыз эффект дейді, олар өзі үшін келеді дейді. Бұл жерде сосын 1980 жылы бір психолог американдық бөлген екен негізі жаңағыдай махаббатта, қарым-қатынасты. Бірінші жаңағыдай құштарлық, құмарлық деп айтуға болады. Екінші жауапкершілік, үшінші сезім деп айтады. Бұл жерде махаббат толық болу үшін үшеуі бірге болу керек дейді да. Адамда жауапкершілік те болу керек, ол рационалды ақылдың жұмысы дейді, ол сезімде болу керек, ол жүректің ісі дейді да, психофизиканың ісі. Одан кейін ақырында жаңағыдай құштарлықта болу керек дейді да. Сол кезде ғана сол толық махаббат болады деп айтқан енді психикалық жағынан. Ал логотерапия жағынан негізі адамның ноологиялық болмысына, рухани болмысына ғашық болу керек дейді да. Жаңа қалған екі қабаты психофизикалық, ойнап күлуі, бірге жүруі, қайғыда қуанышта бірге болуы, сосын жаңағы төсекте бірге қосылуы, ол кейін болатын нәрсе, яғни ырқсыз эффект деп айтады. Сондай логотерапия сөйтіп айтады. Шынайы махаббатта негізі бір ғана шарт бар дейді ғой. Қай кітапта оқыған, ол шарт дейді, өзіңнің жаңа махаббатыңның рухани өсіп өркендеуіне мүдделі болу дейді. Одан басқа шарт жоқ дейді. Негізі шынайы махаббат ол жаңағыдай иемденуді керек етпейді. Мысалы, қазір бар ғой енді, мен сені сүйемін, мен де сүйемін. Маған ғана мүдделі адамсың деген. Сен маған тиесілсің, сен мендіксің, мен сендікпін дейді ғой мысалы. Негізі ол гәп әңгіме дейді оның бәрі. Себебі шынайы махаббатта сен біреуді шынайы жақсы көрсең, ол адамның бақытты болуын қалайсың. Ол бәрібір сенімен кіммен бақытты болса да. Ең бастысы бақытты болуын қалайсың да, шынайы бақыт. Бұл жерде мысалы Қайыркеннің Салтанатқа деген сол махаббатының куәсі ретінде оның жаңағыдай абсолютті бір сен ғана бақытты болшы деген сезінеміз да біз мысалы. Ол бұл жерде тағдыр ғой, енді амал жоқ ол. Енді бұл жерде жаңағыдай айтып кеткендей психофизикалық тұрғыда, сосын рухани тұрғыда ғана оны не қылады да, байланысылады да. Бірге ән айтып, бірге жүріп, бірге ойнап күліп, және де рухани өсуіне мүмкіндік беріп. Ал бірақ ол жерде жаңағы соматикалық тұрғыдан уже мүмкіндік жоқ та, өйткені оның керек те етпейді. Ол жалпы сол махаббаттан өзі бір әсер алып, яғни сол өзінің рухани өсуіне жаңа ықпал етеді да. Кімнің? Қайыркеннің өзі де мысалы. Қайыркеннің Салтанатқа деген махаббаты Қайыркенге оң жағынан ықпал етеді. Мысалы, тұлғалық қалыптасуына, өсуіне. Өз жаңағы несін шыңдауына да әсер етеді. Өнері, жақсы нәрсе. Ағзат қосасың ба? Жалпы шынайы махаббатта бұл жерде мен Қайыркен мен кімнің махаббаты жөнінде енді көбісі айтып тоқталмай ақ қояйын. Жалпы Абыш пен кімнің Салтанаттың махаббатын қарайтын болсақ, бұл жерде шынайы махаббатта бірінші қарастыратын нәрсе бұл сезімдер емес, адами оның қайталанбас болмысы. Және адам жаңағы адамгершілік қасиеттеріне қарай жаңағы негіз тастайды екен да. Егер ол адамгершілік қасиетін мойындауды қоятын болса, онда ол жерде сезім де өшеді екен. Мысалға жаңа Салтанат айтады ғой, мен оның бойынан жаңа ерге тән қаттылықты, батылдықты, жігерлікті көрдім, бірақ түптеп келгенде оның бойында тек қана қаттылық бар екен дейді да. Бұл жерде ол жаңағы жақсы көрді ғой кімді, Абышты, бірақ оның бойында тек қаттылықтың бар екенін көрді де, оған деген алғашқы сезімдері сөніп қалды. Яғни Абыштың бойынан Салтанат бір жағдай махаббаттың өсіп, махаббаттың болуына, жалпы оның бір дамуына
ықпал ететін қасиеттерді байқамады, иә. Құнарлы топырақты, махаббат, болашақта бір махаббат өсіп, жемісін беретіндей бір құнарлы топырақты байқамады негізі, иә. Және дәл сол жаңағыдай сөзінде кім айтады ғой, бақыт туралы толғайтын бар емес пе? Соған тоқталып кетейікші. Салтанатты күшті айтқан, әдемі айтқан жерде. Не айтатын еді? Мен оны алыстан іздемеймін. Салтанаттың даналығына таңғалып жүрсе, қиындықпен келетін жерден іздеймін дейді да. Бірақ шынымен қарап отырсаң, бақытты жалпы әр адамның өмірінде бір нәрсеге жеткіміз келеді, бірақ ол бір қиын жолдардан тұрады ғой. Мысалы, бірден жететін болсаң, онда оның бір маңызы жоқ сияқты. Ал қиындықпен келген нәрсенің, айтады ғой, мысалы, қиындықпен келген нәрсенің жемісі тәтті деген сияқты. Бұл жерде де сол бақытқа қиындықпен жетсең, ол әрі де ұзақ, әрі мәнді болатын секілді деген бір ой бар секілді. Иә, керемет. Оқып кетейікші мысалы. Айтады, мен ол бақытты қиын жерден іздеймін, жоқ жерден іздемеймін. Өмір сонысымен қызық, сонысымен мағыналы дейді мысалы. Ол қалай, иә, негізі салтанаттың даналығына таңғаласың бұл жерде. Табандылығы, қайсарлығы ше. Иә, бақыт деген зат жалпы не ол деген сұрақ қойылады да мына жерде. Жалпы, иә, ана Қиссасул Анбияда бар ғой. Жаңа экзистенциялық ғалымдар айтады, негізі бақыт деген қайғыдан кейін келетін эйфориялық бір сезім дейді да. Оны қиссада да келтіреді. Адам жаратқан кезде жаңа адамның несін, балшықтан жасаған денесін бірінші 40 жыл бойы қайғы жаңбырына не қылған, суарған. Одан кейін 1 жыл ғана шаттық жаңбырына суарған. Сол кезде негізі адам өмірін сол кезде байқағанда, бақытқа қарағанда, бақыт тудыратын эйфорияға қарағанда стресс тудыратын жағдайлар өте көп болады. Бірақ міндетті түрде қайғыдан кейін міндетті түрде бақыт келеді да. Ол бақыт алдындағы қайғылы кезде кешкеннің бәрін жуып тастаяды. Негізі сондай бір керемет бір не бар, феномен бар. Иә, жалпы бақыт деген өзі жоқ зат, ол жалпы абстрактылы дүние да. Оны біз адамдар ойлап таптық дейміз ғой. Жаңағы сен айтқандай адамның бір шаттық, бір сондай бір халдегі күйі да. Соны біз бақыт деп атаймыз. Қайғыдан кейін келеді да. Қазіргі кезде көп айтып кетті осы 20-30 жылда Қазақстанда, ол 20 ғасырда Америкада, Еуропада көп болған дейді. Бақыт, адам бақытты болу үшін жаратылған, адам бақытты болу керек деп, сол кезде рационалды ғылымның қолдана отыр, адамның барынша қайғыдан неғылады да, қайғылы жолдардан өтіп кетіп, тек бақыт қана. Бұл жерде ана барынша эйфориялық сезім тудыратын сол кезде нелер, заттар, нәрселер сол кезде кең белең, халықтың арасында кең белең алып кетеді да. Жаңағыдай ішімдік, жаңағыдай есірткі деген сияқты нәрселер. Бұл жерде жағдай бар болу мәселесі ғой. Мына аутентикалық, бейаутентикалық дейміз ғой. Мысалы сен айтып тұрған мына аутентикалық бар болу деген жалпы мына адам өз бойындағы бір таланттарды, мына Құдайдың берген ерекше бір қасиеттерін қолданып, мына өмірде кездескен қиыншылықтардан аттап өту немесе оларды жаңағыдай бұзып өту. Оны біз аутентикалық бар болу дейміз. Сол арқылы ол адам өзінің жаңағыдай потенциалын жүзеге асырады да мысалы. Ал енді бейаутентикалық деген жаңа сен айтқан сияқты ол жаңағы бақыт сезімін ол бір түрлі ішімдік дейміз, наркотик дейміз, иә. Тағы да басқа бір заттар арқылы, иә, жаман әдеттер арқылы өзінің жаңағыдай сол ләззат сезімін, бақыт кезіндегі жаңағыдай дофамин ба, эндорфин дейміз ба, сол да кайф сезімін сол жасанды жолмен жүзеге асырады да мысалы. Жалпы қазақта айтады ғой, бір сөз ғана бар. Аурудың үстімен жеңілдің астымен жүру деген. Мысалы, оны Абыштың бойынан көре аламыз ба біз? Жоқ. Ол деген көкпар, мысалы, Абыш үшін не ол? Мысалы, ешқандай былай Абыштың тұлғасын алсақ, оның бір сол кезде қоғамға деген қандай бір пайдасы бар, жақсылығы бар. Мен бір нәрсе айтып кетейін. Айтып кетіңіз. Андай Сейілбек Мырзатайдың несі бар ғой, лекциясында, сол жерде айтады, негізі адам екі қыры бар дейді да. Жеке индивидуалдық қыры бар, сосын социумдық қыры бар дейді да. Негізі адам екеуін де бірге дамытып отыру керек дейді. Сен жаңағыдай жеке қырыңды дамыта берсең, жаңағыдай ол жөнсіз индивидуализм дегенге ұрынасың. Сондықтан да социумды дамыту керек. Бұл жерде Абыштың болмысынан сол социумдық қырын дамытпаған. Соны байқауға болады, өйткені басқа адамдармен отбасындағы қарым-қатынастарынан байқауға болады. Ол суық қарым-қатынас. Оларға мұқтаж екен, социумға мұқтаж екен, ол білгенде жоқ жаңа. Және де ол малшы және көкпаршы ретінде ғана өз сол неде қалып қойды ғой, сол деңгейде қалып қойды. Ол социум деңгейіне ол мысалы қарап тұрсаң адамды, социумда оған статус беретін айналасындағы адамдар ғой. Мысалы Абыш күйеу болу үшін оған әйел болу керек.
ол әйел болмаса ол күйеу деген атқа ие бола алмайды. Ол аға болу үшін оған іні болу керек, бала болу үшін оған әке болу керек деген сияқты нәрсе да. Абыш сол кезде ол басқа адамға мұқтаж екенін ол мойындамады. Керемет. Индивидуализм деп айтады. Қайыркенің салтанатқа деген махаббатынан бастап тағы да Абышпен бітірдік. Бұл жерде Абыштың бұл тақырыпта Абыштың несі болмысы көбірек не болу керек сияқты, өйткені оқиға соның болмысында неғып жатыр, айналып жатыр деп ойлаймын. Мен өзімнің көзқарасым бойынша да бұл енді қазір айтып кетсем, бұл енді қазіргі кезде де әсіресе Европада, жалпы әлемде өте адамға өзекті мәселе, адамның бір несі проблемасы деп айтуға болады. Жаңа Салтанаттың цитатасы бақыт жайлы. Бір жағынан былай алып қарасаң, Салтанаттың басқа таңдауы да жоқ қой негізі ана жерде. Оны алды, сол кімге енді былай айтатын болсақ, еріксіз, өзің қалауынсыз кімге Абышпен қоса салды. Үйлендіре салды. Ал енді бір жағынан сол Салтанаттың бір өзіне сол жерде бір мән табу деп айтамыз ба, мен енді мынандай қоғамда өмір сүріп жатырмын, амал жоқ, мен енді осыған көнуім керек деген сияқты. Бірақ мына жерде андай сұрақ бар да, енді шынымен де мысалы қазіргі қоғамға салатын болсақ, абьюзер, андай тиран еркектер болса, онда енді қазір мысалы мен ойымша бір андай салт дейміз, дәстүр дейміз, бірақ бәрібір де ол андай оның ескісі де бар, соның барлығы жаңаша түрге, жаңаша формаға ауысу керек деп ойлаймын. Бұл жерде мынандай мәселе бар ғой, жалпы тарих сүзгісі дейміз ғой. Негізі уақыт өте келе онда ескі бір жаңағыдай тозған дәстүрлер өзімен өзі қалып қояды. Ол бір табиғи бір процесс сондай. Ал ішіндегі бір мәнді, мағыналы, бір киелі дәстүрлері олар мәңгілік өмір сүреді. Ол жерде оны меніңше бір жасанды жолмен жаңағыдай мынау бір болмайтын не деп істемеген дұрыс сияқты. Бір жағынан сол кімге Салтанатқа ол жерде мәнді артып отқан ол Қайыркеннің оған деген бір көзқарасы, андай жылулығы, содан кейін енесінің, апасының ол сол нәрсені сол нәрсе үшін ұстап тұрды деп айта аламын. Бірақ енді мынандай сұрақ, Салтанат өз дегеніне жетті ме? Негізі басында қандай болды? Салтанат келмей тұрып, ол үйге келін болып түспей тұрып, жаңағы отбасы қарым-қатынастар қандай болды? Салтанат түскеннен кейін, мысалы соңында әкесінде бір қаталдығында бір жағдай, жылулық пайда болған сияқты жүрегінде, Абыштың да. Шынымен бар ғой, себебі күй тартып сөйтеді ғой, жаңа ән айтып берші деген кезде шамалы бір жаңа жібіген сияқты ана қаттылықтан. Сол кезде Қайыркен де айтады ғой, мен осы сәтте қуандым, ол бір бойында шамалы бір өзгеріс бар болған сияқты деген сияқты. Ана жерде айтады ғой, мысалы Салтанат жағдай ән айтып отқанын естіген кезде, мынау ән айтады екен ғой бір адамдай деген сияқты. Сосын тұрып, кім үйретті саған дегенде, маған дала үйретті дегенде, мынау жынды ма маған? Серьезно сұрақ қойды маған. Жынданған точно деп. Жынданған деген жынырған сияқты деп. Мына жерде бірдеңе айтқым келіп тұр, бірақ бұл ой бір рационалды ой болуы мүмкін да. Жаңағыдай Нело мен Патраш деген нені талдадық қой мектепке барып. Сол кезде ең соңында Нело өліп қалады ғой. Бірақ мен ойлап отырдым да, мен ой келді маған, неге өлтіріп тастады мынаны деп, мән не деп. Бір ой таптым, бір дұрыс па дұрыс емес па, ол жерде бай тәубе етті ғой, баланың өлгенін көріп. Мен ойлаймын да, байдың шынымен де тәубе етіп өзгеруіне сол Нелоның қайтыс болған әсер етті деп ойлаймын, қатты әсер етті деп. Мына Салтанаттың несінде де, Гауһарта шығармасында да Абыштың шынымен де тәубе етуіне жаңағы ойының, дүниетанымның, түсінігінің жаңағыдай төңкеріліп, жаңағы 180 градусқа жаңағыдай өзгеріп кетуіне Салтанаттың өлімі әсер етті деп ойлаймын. Өйткені ол соңында жылап кәдімгідей тәубе етіп, шынайы тәубе етті деп ойлаймын. Салтанаттың өлімінің мәні сондай деп ойлаймын мен. Егер әрі қарай мына повесть жалғасса, онда мүмкін шынымен өзгеруі мүмкін бе тұлғалық. Мынаны мүмкін біреулерге көп адамға. Бірақ ол енді мына жерде құны сол бір адамның өлімі, біреудің қызының өлімі деген. Өмірде де солай ғой. Негізі адамның өзгеруіне ықпал ететін осындай бір қиын қайғылы жайттар ғой. Бірақ оған дейін жеткізбеу керек. Оған дейін жеткізбеу. Бізде ақыл бар. Өзі жеткізіп тұр ғой жерде. Біз енді мына жерде біз не істей аламыз деген сұрақ болса, біз оған дейін жеткізсек, біз өзімізге дейін болған мына тәжірибені сол андай
мысалы андай термин бар ғой, діни тәжірибе дейді. енді біз мынандай біз қалай айтсақ, біздің тарихи тәжірибеміз ғой бұл, былайша айтқан кезде. бір күні алқаның бір несіне отырысына Селбек Мырзабай келген. Сол кезде ол кісі мынадай нәрсені айтқан. Жалпы қазақ әдебиетін оқымаған психолог емес дейді. Мына жерде біз сол тарихтың бізде енді сол айтып кеттік қой басында, Ақбілек, осы Гауһартас, Салтанаттың оқиғасы, соның барлығын ескере отырып біз андай сол қателерді қайталамауға тырысуымыз керек деген сияқты. Мысалы Ыбыштың қатесін қайталамауымыз. Шынымен керемет айтқан Ансат. Негізі жалпы біздің мақсатымыз да сол. Жалпы негізі кітапты оқығандағы мақсат та сол. Кітапты автор жазған кезде өзінің бір өмір сүріп, мысалы 40-50 жыл өмір сүргендегі бір түйген жаңағыдай ойлар болады ғой, бір өмірдегі бір түсінген ақиқаттар болады да, соны кітап өзінің қиялын қосып кітап арқылы мына оқырманға жеткізгісі келеді. Ал біздің мақсатымыз сол кітапты оқып қойнауында жасырынған құнды бір жаңағыдай мәнді ойларды, дұрыс ойларды, өмірлік бір жаңағыдай сабақтарды, тәжірибелерді жаңағыдай сол өмірді сүрмей-ақ 40 жылды ойымызға сіңіру негізі. Бұл жаңағыдай біреуден сабақ алу деп айтады. Біздің мақсатымыз кітап талқылағанда. Себебі кітап оқу бір зат, ал оны бір сапалы талқылау, бойындағы құндылықтарды жинай білу, ол мүлде бір басқа дүние. Оны өмірде қолдану мүлде қиын зат. Осымен талқымызды аяқтаймыз ба, әлде бар ма? Қорытындылаймыз. Айта қойыңыз. Қорытындылайық та. Мен негізі қазір жазып оқиын. Мен әлі айтамын деп қойсаң. Айта бер, жоқ. Жалпы отбасын, яғни махаббатты құртатын екі нәрсе бұл немқұрайлылық пен салғырттық деп жатады кітаптарда. Бұл жалпы адамның жанын тоздырып, оған көңіл аулауды жаңағыдай ұмытып кететін, оған мүлде назар аударды қойғандықтан бұл нәрсе жаңағыдай адамды бір мүлде жақсы көрмейтін, ұнатпайтын, тіпті араласқысы келмейтін деңгейге дейін жеткізіп тастайтын секілді менің ойымша. Былай қарап отырсаң, Ыбыш та Салтанатқа немқұрайлы қарады ғой, оның жаңағы қылығына, нәзіктігіне, адами қасиетіне мүлде назар аударған жоқ. Оны тек жаңағы өзімнің мүддем, менің жеке меншігімдегі адам ретінде деп қарады да, жаңағы әйел ретінде ғана қарап, бірақ оны адам ретінде бағалай алған жоқ. Жалпы осы жерде осы Салтанаттың оқиғасына жетпей, отбасын сақтай білу керек сияқты. Әйелге адам ретінде қарай біліп, оны махаббатты сөндірмей, жаңағы отбасын сақтай білу керек деп ойлаймын. TikTok рилсқа кірейін деп жатсаңыз. Махаббаттың мәніндегі не қос айтып отырған, жаңағы махаббаттың ең үлкен жауы, ең бірінші жауы салғырттық, немқұрайлылық деп. Махаббаттың мәнінде айтып кетесіз. Бүгінгі талқы үшін көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің талқымыз аяқталады. Құрметті көрермен, егер сізге дәл осындай формат ұнаса, міндетті түрде лүпіл басыңыздар және өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіздер. Туысқандар чатына таратыңыздар. Туысқандар чатына, достар чатына, әріптестер чатына міндетті түрде таратыңыздар. Біздің инста парақшамызға тіркеліңіздер. Бұл ақпараттың бәрін біз мына бейненің астынан таба аласыздар. Бұл жобаның жалғасуы я жалғаспауы ол сіздердің қолдарыңызда. Сіздерге көп рахмет. Келесі осындай талқыларда кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет.